Армысыздар, құрметті көрермендер, сонымен біздер сіздермен бүгін past perfect деген өткен шақтың тағы бір түрімен танысамыз. Қараңыздар. Past perfect дегеніміз қазақ тіліне аяқталған өткен шақ деп аударылады. Яғни өткен шақта аяқталған іс-әрекетті сипаттау үшін біз past perfect шағын қолданамыз. Енді тоқталып осыған кейіннен тоқталайық. Қараңыздар. Бірінші, past perfect шағын қалай жасаймыз? Етістіктің жасалу жолы. Ол үшін бізге өткен шақтағы have етістігінің өткен шақ had деген көмекші етістік керек, және оған етістіктің үшінші формасын қосамыз. Мысалға, I had seen him when I went to the hospital. Енді I had бірінші зат есім, одан кейін had деген көмекші етістік, одан кейін етістіктің үшінші формасы. Енді тоқталып етістіктің үшінші формасы дегеніміз не? Біз өткен сабақтарда егер етістік дұрыс етістік болса, оған біз ed жалғаған кезде бізде етістіктің үшінші формасы шығады. Мысалға play, played деген секілді. Ал егер етістік бұрыс етістік болса, оның үшінші формасын арнайы берілген тізімнен табуымыз керек. Мысалға do деген бізде жасау деген етістік, ол бұрыс етістік, сондықтан оның үш формасы арнайы етістіктердің irregular verb, яғни бұрыс етістіктердің тізімінде бар. Содан қарайсыздар. Бірінші формасы осы шақта қолданылады, екінші формасы өткен шақта, ал үшінші формасы done perfect шақта, яғни past perfect шағында қолданылады. Түсінікті? I had done деп қолданамыз. Яғни бізге past perfect жасау үшін мына үшінші формасы керек. Түсінікті? Енді past perfect шағында сұрау сөйлем қалай жасаймыз? Ол үшін әдеттегідей көмекші етістікті алға жібереміз. Had деген, одан кейін барлық жақта I, we, you жекеше түрде, көпше түрде барлығынан бір ақ етістік қолданамыз. Ол had. Одан кейін зат есімді қоямыз, одан кейін етістікті қоямыз. Had I played, had we played, had you played, had they played, had he played деген секілді. Түсінікті? Келесі болымсыз сөйлем жасау үшін сөйлемнің еш нәрсе орнын өзгертпейміз, тек had деген көмекші етістіктің қасына not деген сөзді жалғаймыз. I had not played, немесе we had not played, he had not played. Сонымен қатар жазбаша түрде немесе көбіне қысқартылған түрі қолданылады, яғни had пен nottың қысқартылған түрі бізде hadn't. Had, not, plus бізде шығады hadn't. Осы формасы өте жиі қолданылады. Енді ең маңызды бөліміне көшейік. Жалпы past perfect дегеніміз не? Past perfect дегеніміз, яғни өткен шақтағы бір әрекеттен бұрын болған іс-әрекетті сипаттау үшін қолданатын етістіктің шағы. Бұл жерде ключевое слово, негізгі сөз бізде бұрын деген сөз, яғни өткен шақта бір іс-әрекет басқа бір іс-әрекеттен бұрын болғанын айту үшін біз past perfect шағын қолданамыз. Енді мысалдарға тоқталайық. Мысалы, after the sun had set, we saw thousands of stars. Күн батқаннан кейін біз мыңдаған жұлдыздарды көрдік. Яғни біз жұлдыздарды көрместен бұрын күн батып кетті. Түсінікті? Күннің батқаны мына екінші іс-әрекеттен бұрын болып тұр. Сондықтан біз ол жерде біз had set деген past perfect жағын қолдандық. Түсінікті? After the sun had set, күн батқаннан кейін біз мыңдаған жұлдыздарды көрдік. Немесе we arrived at the station at 8:30, but the train had left. Яғни қараңыздар, біз вокзалға сағат 8:30-да келдік, бірақ пойызымыз кетіп қалыпты. Қараңыздар, бұл жерде біз бірінші. Яғни біз келген кезде уже мына жерде пойыз кетіп қалған, яғни пойыздың кетіп қалғаны біз келместен бұрын болған іс-әрекет. Сондықтан біз бұл жерде had left деген past perfect жағын қолданамыз. Түсінікті? Бірінші пойыз кетіп қалды, одан кейін біз келдік. Яғни біз келместен бұрын болған іс-әрекетті сипаттау үшін біз past perfect жағын қолданып тұрмыз. Келесі. I was a usual student before I had became a successful businessman. Қараңыздар, мен табысты кәсіпкер болмастан бұрын қарапайым ғана студент болдым. Яғни мен қазір табысты кәсіпкермін, бірақ одан бұрын мен қарапайым студент болдым. Менің қарапайым студент болғаным, бизнесмен болғаным бұрын болып тұр. Немесе I had read a book before I watched the movie. Қараңыздар, мен кино қарамастан бұрын кітап оқыдым, яғни кино қарамастан бұрын менің жасаған іс-әрекетімді сипаттау үшін біз past perfect жағын қолданамыз. I had read. Түсінікті? Келесі.
Past perfect екінші жағдай қашан қолданамыз? Past perfect сөйлемде өткен шақта басқа бір әрекеттің себебін білдіреді. Себепті білдіру үшін мысалға She couldn't buy a dress as he had lost her credit card. Ол мына көйлекті сатып ала алмады, себебі одан бұрын ол өзінің кредитінің карточкасын жоғалтып алды. Яғни кредитный карточканың жоғалуы одан іс-әрекеттен бұрын болған. Сондықтан біз бұл жерде past perfectті қолданып тұрмыз. Яғни оның көйлек ала алмауының себебі оның кредит картаның жоқтығы. Яғни сол себепті сипаттау үшін біз past perfect had lost деген шақты қолданып тұрмыз. Келесі. Негізінен present perfect пен past perfect'ің мағынасы жағынан ұқсас болуы мүмкін. Бірінші present perfect біз өттік, ол өткен шақтағы іс-әрекеттің нәтижесі осы шаққа маңызды, яғни present perfect'те іс-әрекет өткен шақта болып кетті, бірақ осы шаққа оның байланысы бар нәтижесінің. Ал past perfect'те өткен шақтағы іс-әрекеттің нәтижесі өткен шақта маңызды. Мысалға, мына сөйлемге қарайық. Екеуінің айырмашылығын түсіну үшін мысалдарға назар аударайық. They are not at home. Олар үйде емес. They have gone shopping. Олар шопинг жасауға кетіп қалды. Дәл қазір олар үйде емес, нәтиже соны көріп тұрмыз. Олар кетіп қалған. Яғни бұны сипаттау үшін біз present perfect жағын қолданып тұрмыз. Дәл қазіргі уақытта олардың үйде жоқ результатын қазіргі уақытта алып тұрмыз. Сондықтан біз бұл жерде have gone деген present perfect жағын қолданып тұрмыз. Енді екінші мысалға назар аударайық. They were not at home. Олар үйде болмады. They had gone shopping. Олар шопинг жасауға кетіп қалған болатын. Қараңыздар. Өткен шақта, яғни өткен шақта олар бұл кеше немесе бір ай бұрын болған мүмкін. Олар үйлерінде болмады өткен шақта. Себебі олар одан бұрын шопинг жасауға кетіп қалды. Яғни мына іс-әрекет, олардың кетіп қалуы мына біз барғанға дейін болып кеткен іс-әрекет. Түсінікті? Сондықтан біз бұл жерде past perfect жағын қолданып тұрмыз. Келесі, енді past perfect'те қолданылатын time markers, біздің әдеттегідей немесе уақыт үстеулеріне тоқталып өтейік. Бұлар көбіне екі сөйлемді байланыстыру үшін қолданылады, яғни бір іс-әрекеттің одан екінші бір іс-әрекет бұрын болғанын айту үшін сипаттау үшін қолданылатын үстеулер. Бірінші after, кейін before бұрын, when, яғни сол уақытта, by the time сол кезде. Сонымен қатар by деген предлог көп жиі қолданылады. Мысалы by 3 o'clock, by Monday or by the time. Мысалдарға назар аударайық. By 3 o'clock, Meryl had almost finished all of the day's work. Яғни сағат 3-ке жақын, 3-ке таман, Meryl өзінің бүкіл жұмысын аяқтап бітірді. Немесе by the time we reached home, he had already gone. Біз үйге жеткен кезде ол кетіп қалыпты. Яғни оның кетіп қалуы біздің үйге жетпестен бұрын болып кетті деген мағынада қолданылады. Енді бүгінгі өткен тақырыпты тағы бір рет қайталап шығайық. Сонымен past perfect дейміз, ол аяқталған өткен шақ. Past perfect'ті жасау жолына тоқталайық. Оны жасау үшін біз had деген көмекші етістікпен етістіктің үшінші формасын қолданамыз. Етістіктің үшінші формасы егер етістік дұрыс болса, оған иде жалғаймыз, немесе де жалғаймыз. Ал егер бұрыс етістік болса, оның тізім бойынша қараймыз. Үшінші формасын пайдаланамыз. Келесі сұрау сөйлем жасау үшін had деген көмекші етістікті алдыңғы орынға жібереміз. Ал болымсыз сөйлем жасау үшін had'тың қасына not деген сөзді қосамыз. Яғни бізде hadn't деген болымсыз сөз шығады. Яғни I had not played, I hadn't played деп айтамыз. Келесі, яғни біз не үшін қолданамыз? Бұл біріншіден өткен шақтағы бір іс-әрекеттің басқа бір іс-әрекеттен бұрын болған сипаттау үшін қолданамыз. Мысалға, күн батқаннан кейін біз мыңдаған жұлдыздарды көрдік. Яғни біз жұлдыздарды көрместен бұрын күн батты. Яғни бұдан бұрын болған іс-әрекетті сипаттау үшін біз past perfect жағын қолданып тұрмыз. Немесе біз пойызға неге келген кезде, вокзалға келген кезде пойыз уже кетіп қалды. Яғни пойыз вокзалға келместен бұрын кетіп қалған сипаттау үшін біз had left, яғни past perfect жағын қолданып тұрмыз. Келесі, екінші жағдай біз past perfect'ті басқа бір іс-әрекеттің себебін білдіру үшін айтамыз. Мысалға, ол көйлек сатып ала алмады, себебі ол одан бұрын өзінің кредитный карточкасын жоғалтып алған. Ол көйлек сатып ала алмауының себебі сол болып тұр. Соны сипаттау үшін біз past perfect жағын қолданып тұрмыз. Енді past perfect үстеулері болып жиі қолданылатын екі сөйлемді байланыстыру үшін бұл after, before, when, by the time. Мысалы, by 3 o'clock, by the time деген секілді time маркерлер, яғни уақыт үстеулері қолданылады. Енді тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тесттен өтіп білуіңізді ескеріңіз.